Мен бір где-то 4-5 жыл бұрын бір видео көргенмін. Қазір таба алмай тұрмын, сіздерге ссылкамен бөлісетін. Сол видеоны қарап, мен бір нәрсе байқадым. Жалпы шетелдің адамдары, олар бір армандары болса, мақсаттары болса, сол нәрсеге жетуде оларға уақыт кедергі болмайды. Яғни олардың көпшілігі уақытқа тәуелді болмайды. Мысалы, мына видеода где-то 40 жасар адам өзінің өмірін айтып жатыр. Мен инженер, электрик болғым келді дейді арманым. Бірақ мен математикадан әлсіз болғандықтан, математиканы школ кезде оқымағандықтан мен саксофонияға түстім дейді. Ол адам саксофонияны оқып шыққан, бітірген, бірақ бәрібір инженер, электрик болғысы келген. Сосын ол адам не істеген? Google қалғанда математика курсын терген. Сосын келіп, былай айтқанда 3 жыл үйде қамалып, сол математиканы компьютердің алдында оққан. Сосын математиканы барынша меңгеріп алғаннан кейін колледжға түскен. Және осы видеода ол адам айтады, мен 2-ші курстамын дейді. Бағам 4 дейді. Сол оқып жатырмын дейді. Қарап тұрса, жасы 40-та. Енді бұл нәрсемен не айтқым келіп тұр? Жалпы біздер өкінішке орай бір өздеріміздің армандарымыз болса, мақсаттарымыз болса, сол бір уақыт бізге кедергі болады, немесе бір жасы мысалы 27-ге кетіп қалды, 25 болып қалды. Оқысам бір 18 жасымда бір институтқа түскенде сол мамандықты таңдау керек еді деген сияқты. Қазір уже құрдастарым сондай бір лауазымды жерде жасап жатыр, мен оқып жүрсем біртүрлі қызық болар, ұят болар, адам не айтады деген сияқты ойда болады деп қорқады. Мысалы, мен өзімді айтатын болсам, мен жасым 30-да, менің группаластарым кейбіреулері жасы 18-де, 19-да, 20-да. Бірақ соған қарамастан басқа да группаластарым бар, жастары 30-да, 35-те, 40-та, тіпті 50 жастағы үлкен кісілер оқып жатқандар бар. Сіздер 3 жыл, 4 жыл кетіп қалады деп қорықпаңыздар. Даже сол 3 жыл, 4 жыл жақсы көретін мамандықты оқудың, сол процесте жүрудің өзі өміріңізге сәнап келеді иншалла. Егер де ұнаған мамандықтарыңыз болса, мысалы таргетолог болғыңыз келсе, маркетолог болғыңыз келсе, бірдеңе болсаңыздар, қазір возможностьтар бар, уақыттарыңызды бөліңіз кішкене, зато қалған өмірде өзіңіз комфортны, жақсы көретін мамандықты істеп жүретін боласыздар иншалла.